Ақтөбе гуманитарлық колледжі музыкалық білім беру мамандығының дауыс қою пән оқытушысы Ерғалиева Гүлжанар Селханқызы. Концертмейстер Киберова Римма Николаевна. Сабағымыздың тақырыбы Абай Құнанбаевтың сөзіне жазылған Нұрғиса Тілендиевтің әні «Әсемпаз болма әрнеге». Сабақтың мақсаты білім алушылардың музыкалық қабілеттерін дамыту, ән айту тәсілдерін үйрету, музыкаға деген сүйіспеншілігін арттыру және білім алушылардың бойында рухани мәдениетті қалыптастыру. Сабағымызды бастамас бұрын дауыс аппаратының құрылымы мен тыныс алу ережелерін еске түсірейік. Адамның тыныс алу мүшелері 3 саладан тұрады. Бірінші, тыныс мүшелері өкпе, қолқаның, көмекейдің және жоғарғы резонаторлардың құрылысы. Екінші, тамақ және дауыс шымылдығы. Үшінші, мұрын қуысы мен ауыз қуысы. Ауыз қуысына тіл, ерін, тіс, таңдай, кішкентай тіл, иек жатқызатын болсақ, мұрын қуысының дыбыс шығарудағы қызметі кішкене тілмен тығыз байланысты. Ән айту кезіндегі дыбыстың қалыптасуы дұрыс тыныс алу нәтижесінде пайда болады. Ән айту барысында білім алушы аяқты нық басып, тік, еркін тұруы керек. Денені алға ұмтылдыру арқылы кеудені ауаға толтырып, кең тыныс алу. Мұрынмен тыныс алып, ішті өрілген шар тәрізді демге толтыру. Тыныс алу шулы болмауы керек. Тыныс алғанда оны бекіту және тыныс шығару үнемді болуы керек. Дауысымызды қыздыру мақсатында дауыс жаттығуларын жасайық. Бірінші жаттығу. Дауысты дыбыстардағы әріптердің ерекшеліктерін ескере отырып, барлық әріптерді бір дыбысқа айту. Екінші жаттығу. Әртүрлі тонал биікте дауыс жаттығуларын жасап болдық. Енді романс туралы
қысқаша мәлімет. Романс белгілі бір музыкалық аспаптың сүйемелдеуімен жеке дауыста орындалатын шығарма. Испанияда пайда болған романс алғашында испан тіліндегі ән деген ұғымды білдірген. Романс көбіне лирикалық поэзия мәтініне құрылып, аспаптық музыкада вокалдық негізде жазылады. Романстың әннен айырмашылығы әуеннің сөзбен тығыз байланыстылығы және аспаптық сүйемелдеудің маңыздылығында. Романс синтетикалық музыка поэтикалық жанр ретінде 18 ғасырдың екінші жартысында неміс композиторларының мектебінен басталып, кейін Франция мен Ресейде жалғасын тапты. Қазақтың дәстүрлі ән жанрында европалық романстардан кем түспейтін ән нұсқалары аз емес. Әр жылдары Абай өлеңдеріне жасалған ұлттық романстар жанрдың көркемдік деңгейін арттыра түсті. Солардың бірі Нұрғиса Тілендиевтің «Әсемпаз болма әрнеге» романсы. Нұрғиса Атабайұлы Тілендиев 1925 жылы 1 сәуірде Алматы облысы Іле ауданы Шеліккемер ауылында дүниеге келген. Композитор, дирижер, домбырашы. КСРО-ның және Қазақстанның халық қаһарманы атағын алған. Нұрғиса Тілендиевтің ата толғауы, еске алу, көш керуен, Фараби сазы, Қорқыт күйі шығармалары бар. Нұрғиса Тілендиев халыққа кеңінен танымал Алатау, құстар қайтып барады, әже туралы ән, өз елім, әке туралы жыр, саржайлау, тағы да басқа көптеген әндердің және Абайдың сөзіне жазылған «Жасымда ғылым бар» деп ескермедім, «Әсемпаз болма әрнеге» романстарының авторы. «Әсемпаз болма әрнеге» шығармасына талдау жүргізейік. Шығарма до минор үндестігінде жазылған, өлшемі 2/4. Шығармада пиано, форте, пианиссимо, ретинута, динамикалық белгілері, лига, реприза, фермата кездеседі. 10 және 26 такт аралығында шығарманың бірінші шумағында реприза, яғни қайталау арқылы орындаймыз. 29 тактіден бастап 4 такты вокализ орындалады. Вокализде отырғанымыз латын тілінен аударғанда дауысқа арналған мәтінсіз айтылатын музыкалық жаттығу немесе этюд. Шығармада кездесетін ең жоғарғы нота екінші октаваның фа нотасы. Енді «Әсемпаз болма әрнеге» ән романсының орындалуын назарларыңызға ұсынамын. Өнерпаз
Әнді толығымен орындап болдық. Енді шығарманы 10-шы және 26-шы такты аралығында ырғақты сақтай отырып сольфеджио орындап үйренеміз. Ән айту барысында дұрыс тыныс алуды қадағалаймыз және алған демді үнемді пайдалану керек. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан, сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тапта бар қалан. Әрбір адам баласы өмірге келгеннен соң, ес біліп есейгеннен кейін алға қойған белгілі бір мақсаты болады. Білім алу, мамандық таңдау, ата-ана алдындағы парызын орындау. Абай атамыз бұл өлең жолдарымен өнерпаз болуға, өмірден өз орнын таба білуге, адал еңбек етуге, ақылды болуға, жақсыны үйреніп, жаманнан жиренуге шақырады. Сабағымызды қорытындылау үшін сәйкестендіру кестесін ұсынамын. Яғни, әрбір сұрақтың дұрыс жауабын бағыттаушы арқылы көрсету. Үйге тапсырма. Шығармаға талдау жүргізу, характерін сипаттау, динамикалық белгілерін анықтау. Шығарманың бірінші шумағын сольфеджио орындау және сөзін жаттау. Шығарма авторлары жөнінде толық мәлімет жинақтау. Назарларыңызға рахмет.